Елімізге белгілі продюсер Гүлзира Айдарбекова немересін дүниеге әкелген Жұлдыз Әбдікәрімованы құттықтамағаны үшін сынға қалды. Айта кетейік, қайырымсыз 5-ші рет әке атанып қызды болды. Актриса блогер Жұлдыз Әбдікәрімова өз парақшасында жаңа тынысым деп халықтан сүйініш сұрады. Бірақ баланың жынысын анықтау кешінде Қайрат нұртас болмады. Жұмыста жүріп түнделетіп қайттым. Мен жоқта гендер-пати шырақтарын жанып қызықты болыпты. Байқадым, деді өнер иесі. Желі қолданушылар продюсер Гүлзира Айдарбекованы немересінің дүниеге келуін және жеке парақшасына салмағанына ашуланды. Әшейінде тамағына дейін салып отыратын еді. Немересі дүниеге келгенде үнсіз қалды. Немере көре алмай кеткен қаншама адамдар бар. Қайрат пен Жұлдызды ажырастырған шешесі. Бұл әулет Жұлдызды менсінбейді. Сосын ол да бұл да керек етпейді. Қайрат екеуі үнсіз отыр. Ұрпақтарыңды көбейтіп жатыр. Шампун сатып қолы тимей жатқан болар деп көпшілік наразы болды. Неге 5-ші баласын әлі күнге дейін мойындамай жүр? Бұл Қайраттың қателігі ме, әлде Жұлдыздың қателігі ме? Жұлдыздың бірақ не жазығы бар? Сіздер қалай ойлайсыздар? Комментарияда толық жаза кетіңіздер. Жұлдыз ханым, 5-ші бөпеңіздің бауы берік болсын дегім келеді.